Қайырлы күн, балалар. Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгін біз 95-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, мына суреттерге назар аударайық. Трактор дегенде бас әріп қайсы? Т. Әтеш дегенде Ә. Дұрыс айтасыңыздар. Осылайша бас әріптерін еске сақтап отырайық. Тә. Көбелек дегенде К. Ай. Піл, парта, алма және радио. Қандай сөз шықты, балалар? Міне, тәкаппар деген сөз шықты. Бүгінгі өтетін тақырыбымызда тәкаппар. Алдымен тәкаппар сөзінің мағынасын түсініп алайық. Тәкаппар деген өзін барлық адамнан биік, артық санау, ешкімді менсінбеу, өзімшілдік, өзін-өзі мақтау, өзін қатты жақсы көру. Сол сияқты мақтаншақтық қасиет екен. Балалар, тәкаппар мысалының авторы Шона Смаханұлы деген сықақшы. Шона Смаханұлы туралы азғана мәлімет алайық. Шона Смаханұлы 1924 жылы 2 қарашада Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылында дүниеге келген. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер екен. Ол анасынан ерте айырылып, балалар үйінде тәрбиеленеді. Және де мектепте мұғалім болып жұмыс істеген. Қазақстан мұғалімі, Қазақстан пионері, жазушы баспасында жұмыс істеген екен. Балалар, оқулықтың 109 бетін ашып, ондағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қане оқыңыздаршы. Қазақстандағы көлдерді ата. Қазақстанда өте көптеген көлдер бар. Солардың ішінде ең ірілерінің аттарын жаттап алайық. Каспий. Каспий бұл теңізге жатқанменен ол ірі көл. Каспий, Балқаш, Арал, Зайсан, Алакөл. Ал енді екінші тапсырмада оқулықта мысалды түсініп оқы дейді. Мен оқып беремін, қол жүргізіп жақсылап тыңдап отырамыз. Тәкаппар Шона Смаханұлы. Жөнімді өзім білем деп, сусыз-ақ өмір сүрем деп, құрлықты балық мақтапты, теңізін туған таттапты. Бір күні күшті жел тұрып, тулады теңіз жұлқынып, тәкаппар әлгі балықты құшаққа құрлық алыпты. Жел кептіріп денесін, күн құрғатып өңешін, желбезегі желпілдеп, ыршыды көкке селкілдеп. Құрлық судай болмады, жан қояр жер қалмады, аузын ашып су тілеп, жылапты, зарлап ухілеп. Мөлдір суым мекенім, енді қайтсем жетемін, қадіріңді білмедім, неге шалқып жүрмедім. Тыңдамап еді ешкімді, қателігін кеш білді. Балалар, мысал түсінікті ме сіздерге? Бұл жерде Шона Смаханұлы кімді мысал ретінде адамның қандай қасиетін алған? Тәкаппарлығын. Балық суда жүргенде не деп мақтанды? Мен өзім бәрін білем, сусызда өмір сүре алам деп мақтанған екен. Құрлықты, жерді, құрлық деген кәдімгі біз аяқ басып жүрген жер. Құрлықты мақтайды, ал теңізін туған даттайды, яғни жамандайды. Бір күні жел тұрады да, бірақта тулады теңіз жұлқынып, балықты желдің күшімен құрлыққа шығарып тастайды. Сол кезде балық денесін жел кептіріп, өңешін күн құрғатып, желбезегі желпілдеп, көкке қарай сергіп, қатты қиналып кетеді, өзінің суының қадірін біледі. Және неғыл өкінеді? Мөлдір суым мекенім, енді қайтсем жетемін дейді, қадіріңді кеш білдім дейді. Бірақ ешкімді тыңдамап еді, тәкаппарлық көрсетіп,
қателігін кеш білді дейді. Түсінікті ме балалар? Ал енді бұл мысалдың ішінде өңеш деген сөз бар. Өңеш бұл балықтың ас жұтатын бөлшегі екен. Ал желбезегі тыныс алатын бөлшегі. Балалар, дәптерлеріңізді ашып, 110 бетте тәкаппар сөзінің сөздігін жазып алайық. Тәкаппар бұл жерде өр көкірек, мен, кесірлі деген сөздің мағынасын білдіріп тұр. Жазып алыңыздар. Ал енді жазбаша тағы да тапсырмалар орындайтын боламыз. 3-ші тапсырма бұл ауызша. Мысалдан балықтың сөздерін тауып, нақышына келтіріп оқиық. Ал одан соң, сусыз өмір сүргісі келетін балық қандай күйге тап болды? Өз көзқарасыңды білдіріп жаз. Және де балыққа қандай кеңес берер едің? Балыққа қандай ақыл берер едіңіз, балалар? Оны да дәптерге жазып аламыз. Немесе балыққа хат жазуға да болады. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, біз сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма, мысалды мәнерлеп оқу. Және де сабақтың соңында жазбаша смайликтер арқылы кері байланыс беруді ұмытпаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.